Сәлем достар, бүгінгі тақырып 3 айлық балаға қалай массаж жасалады, соны көрсететін боламын. Бала 3 айлық. Ең алдымен давайте видеоға лайк басып кетейік, обязательно. И төменде подписаться деген қызыл батырма тұр, тіркелмеген болса тіркеліп кетіңіз. Все, видеомызды жалғастырамыз. Бұл 3 айлық балапанымыз. Бала жалпы 3 айында жайлап аунап бастайды. Сіздікі аунай ма? Балаңыз. Әрекет жоқ па? Негізі 3 ай 4 айында бастайды, біреулер 3 айында бастап кетеді. Көмектесеміз, аунауына жайлап 3 айынан бастайды. Біреулер 2 айынан бастап кетіп, уже аунауға әрекет жасайтындар бар да, ол гипертонустан болады. Егер балада гипертонус болса, шапшаң болады, алға қарай ұмтылады, аунап кету уже не аватады да. Сондықтан гипертонуспен нені шатастырып алмау керек. Балам пысық екен дейді біреулердің балдары гипертонус кезде. Так, общий массаж жасаймыз. Мұқият қараңыздар. Общий массаж табаннан бастаймыз. Қатты нагрузка салмақ салмаймыз. Балаға массажды 2-3 айынан бастаса болады. Легкий. Бұл балада ешқандай ақау жоқ. Бәрі жақсы. Для себя, для профилактика алып жатыр. Егер сіздің 3 айлық балаңыз болса, осылай общий массаж істесеңіз болады үй жағдайында для профилактика. Осы видеоны WhatsApp группаға жіберуді ұмытпаңыз. Обязательно WhatsApp. Төменде поделиться деген бір сызық тұр. Соны басып, WhatsApp группаға жіберуіңізді ұмытпаңыз. Осылай легкий жасаймыз достар. Егер балада температура кезде массаж жасауға болмайды, естеріңізде болсын. Прививка алып қойса, ондай кезде массаж жасалмайды. Бала қатты мазасызданып, жылап, әлсіздік, слабыс болса да, ондай кезде массаж жасалмайды, естеріңізде болсын. Осылай легкий. Памперсін алып тастап жасаған дұрыс, негізі мен просто видеоға түсіргеннен кейін памперспен алып жатырмыз да. Массаж ұнайды осыған да. Жылап жүрмек, адам пазон жарып. Осылай легкий екінші аяғына да жасаймыз. Мен өзім аяқтан бастаймын. Байқайтындар. Бастан аяқтан бастаймын массажда. Өзіңіз білесіз жалпы қалай ыңғайлы. Өзім аяқтан бастаймын. Табандардан. Табанға 6, 7, 8 деген сандарды қоссаңыз болады. Табанда көптеген нүктелер бар. Денеге пайдалы, адамға пайдалы. Сосын қазір тағы бір прием көрсетем. Егер бала қатты жылап, мазасызданып жылап жүрсе, жылап атса, оны қалай тез қойдыруға болатын. Сондай да бір әдіс бар, көрсетемін. Егер дұрыс соны жасайтын болсаңыз, бала жылағанын тез қояды. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Лайк басуды ұмытпайық, достар. Лайк басуды ұмытпайық. Просмотр көп болады, бірақ лайк аз болады да. Соңғы қақсайтыным лайк басты. Тізенің үстіне қатты жасауға болмайды. Тізенің үстіне қатты басуға болмайды. Тізенің айналасын жасайсыздар ғой. Легкий. Мына бас бармақты қатты бүйтіп басуға болмайды да, сосын көгеріп қалуы мүмкін. Легкий бетін да, бетін. Жамбасқа дейін жасайсыздар. Осылай жасай бересіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Адамның істеген адам істейді. Егер үйіңізге массаж шақырғыңыз келмей, өзіңіз жасайтын болсаңыз. Жасай алсаңыз да, ал жасай алмайтын болсаңыз, массаж шақырасыз. Массаж 2 аяғына жасап боламыз, потом осындай ЛФК гимнастикасы жүреді. Көрдіңіз ғой? Раз. Мысалы, мынаның ішінен жел шығуына көп көмегі бар. Міне, дәл осы приемның да. 1, 2, 3. Міне, 1. Сіз өйсіп айналдырған кезде, сіз уже сезінуіңіз керек деп, ошық кәдімде айналып атқан сезінуіңіз керек. Міне, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Опа, тізеден ұстаймыз. Раз, достар, мен алдыңғы видеода айтқан болатынмын. 6 айға дейін до конца бүйтіп апармаймыз. Орта жолға дейін, міне. Раз. Ал 6 айынан бастап до конца басына дейін тигізе берсеңіз болады аяғын. Осылай да. Раз,
Арасына өйтіп жақындап, кинодағындай отырып қойсаңызшы. Раз, два, три. Оппа! Қолына өтеміз. Егер сұрақтарыңыз болса, WhatsApp деп болыңыз. Комментарийге жазып отырыңыздар да, қандай да бір сұрақтарыңыз болса. Сіздің балаңыз неше айлық, үш айлық балдарды көрдіңіз ба? Бұлай аунап не алғандарында. Егер туыстарыңыздың осындай 3 айлық балдар болса, осы видеоны WhatsApp группаға жіберіңіз. WhatsApp-тарына біліп жүрсін. Алақанын жасаймыз. Қолынан осылай ұстап аласыз. Егер гипертонус болса, балада қатты гипертонус болса, тырысып алады ғой. Жатпайды, тыныш бітеп кетеді да. Көрдіңіз ғой, бала бүйтіп кетеді гипертонус болса. Ондай жағдайда бір қолын ұстап аласыз, легкий жасайсыз. Арнайы гипертонустың массажы бар, мен көрсеткенмін. Каналымнан қарап шықсаңыз болады. Осылай саусақтарына, алақандарына жақсылап жасаймыз. Бұл балапанымызға общий для профилактика жасалып жатыр. Көрдіңіз ғой, міне. Қолдарына жасайсыз деп. Потом екінші қолына өтеміз. Оппа! Екінші қолына өтеміз. Осылай, спокойно. Айналдырып отырып жасайсыз. Қолыңызда жүзік болмау керек, тырнақ болмау керек, сағат болмау керек, есіңізде болсын. Балаға массаж жасайтын кезде қолда жүзік, сақина, ондай ештеңе болмау керек. Қандай маймен жасаған дұрыс десеңіздер, мен өзім қызыл маймен қолданамын көбінесе. Сосын baby oil деген бір көк май бар. Baby oil деген түркше ма? Ұмытып қалдым көрінше. Сол майда жақсы, иісі де приятный, аллергия де бермейді балаға. Май бітіп қалды, сұйық май әкелесіз ба? Мен аны ұстай тұрайын. Май бітіп қалды ғой. Қызыл май бітіп қалды. Май әкелем дегенше айта тұрайын. Достар, видеоға лайк басып кетейік. Қазір май әкелсін да, сосын жалғастырамыз видеоны. Хорошо? Лайк басайық обязательно. И осы видеоны WhatsApp группаға жіберіңіз. Мамасы май әкелуге кетті. Обязательно. Сіздер видеоның качествосына несіне мән бермеңіздер. Хорошо? Міне 3 айлық бала осылай ішпен жатқан кезде, достар, спокойно жату керек. Көрдіңіз ғой, қолын осылай алға қарап жату керек. И басында қалай нормально не қылып тұр. Уже әрекеті бар да, басын ұстауға әрекеті бар. 3 айда бала уже басын ұстап бастау керек негізі. Вот. Егер май таусылып қалған жағдайда, сұйық маймен жалғастырып жібереміз, ештеңе етпейді. Май келді, видеомызды жалғастырамыз. Неге сұйық май көп қолданбау керек балаға? Терілерді бітеп тастайды да, сұйық май тершең қылып тастайды, то есть баланың денесі терлей беретін болады. Көп сұйық май қолданбау керек. Май бітіп қалған кезде бір қолданса ештеңе етпейді. Міне, осылай май жағып аламыз. Көрдіңіз ғой да, мойындарына да өстіп. Потом қыздырамыз. Легкий, достар, қатты нагрузка салмайсыз, легкий. 3 айлық балаға. Өстіп. Жауырындарында бір қарап өтсеңіздер болады. Міне, осылай, міне жауырын жабысқан, жабыспаған. Мына балада ашық тұр, қараңыз. Көрдіңіз ғой, жауырын жабыспаған. Осылай, аккуратно. Вот міне, қара. Әдемі көрініп тұр да. Жауырын жабысқан, жабыспаған, осылай да білсеңіздер болады. YouTube-қа ғой. Сөйтіп, жан басынан бастаймыз. Жаңа айтқандай, памперсін алып тастайсыздар, негізі просто мен видео болған екен, памперске кигізіп қойдым. Жан басынан жасаймыз. Омыртқаға тиіспейміз, естеріңізде болсын. Омыртқаға үстін басуға болмайды, соның жандарын жасайсыздар. Уже бала өскен сайын, мысалы 6 ай, 7 ай ол кезде уже от души нагрузка қосып жасай бересіздер кішкене. Әр айға видео түсіріп жатырмын, көріп шықсаңыздар болады. Әр айдың видеосы бар менде. 6 айлық, 4 айлық. Бұл 3 айлық бала почти, 3 айлық балаға түсіріп жатырмыз. 3 айлық балаға жасалатын массаждың түрі.
балада ешқандай ақау жоқ болса да для профилактика жасай бересіз. Так, мойнына жасаған жоқпын достар. Потом аяғына өтеміз. Мойнына қазір соңынан жасайсыз. Аяғын жасаймыз. Міне. Неге мойнына жасамады десеңіз, арқасын жасап боласыз ғой, жақсылап. Асықпай жасайсыз ғой енді. Арқасын жасап болғаннан кейін, қайттан жамбасымен аяғына жасайсыз. Себебі мойын жақтырмайды балдар. Мойын ұстағанда, мойын уқалағанда балаға неприятный болады, жана келіп кетеді, жырлап кетуі мүмкін. Сондықтан мойнын соңына қойып қойыңыз. Мойнына соңына жасаңыз да, хорошо. Сол кезде бәрі чики-чики болады. Бала уже 3 айында негізі мойнын ұстап, спокойно жату керек. Міне, біреулердің балдары болады, міне, қолдар артқа кетіп қала береді былай. Сондай балаларды көргенсіздер ма? Бала спокойно былай жату керек негізі, от души. Олай жату үшін ішпен көп жатқызу керек баланы. Туылғаннан бастап ішпен жатқызып үйрете беріңіздер. Туылғаннан бастап ішпен жатқызып үйрете беріңіздер. Көп пайдасы бар ішпен жатқанның. Мойны тез қатаяды, мойын бұлшық еті, белі омыртқасы тез қатаяды. Уақытысында еңбектейтін болады. Уже 6 айынан бастап. Көрдіңіз ғой, ішпен жатқызғанның қандай пайдасы бар? Аяғын жасаймыз, екінші аяғына да жақсылап айналдырып жасайсыздар ғой, айналдырып. Өзіңіздің фантазияңызды қоссаңыз да болады. Енді мен өзім өстіп жасаймын да, өстіп жасаймын, результат болып жатыр қанша балаға. Мына жерді қатты басуға болмайды, естеріңізде болсын. Мына жерді көгеріп қалуы мүмкін, майда-майда тамырлар бар бұл жерде. Көрдіңіз ғой, бетін өтсеңіз болады, бетін ғана. Ата қатты не алмайсыз. Майда тамырлар бар. Не осы жандарын жасаймыз. Қараңыздар, көгеріп тұр. Жамбастары көгереді, арқалары көгеріп тұрады. Біреулердің көрініп тұрма сіздерге? Видеодан көрініп тұрма? Көгеріп тұрған. Бұл қалыпты жағдай балаларда болады. Кейбір балдардан да қысылып туылса да, осындай көк-көмек болып тұрады біреулердің арқалары да. Ол қорқатын зат емес. Ондай болады балдарда. Екі аяғын жасап боламыз, достар. Потом кішігірім элфкасын жасап жүресіз. 1, 2, 3. Раз, два. Легкий, достар, легкий, қатты емес. 3. Опа. Егер баланың, кішкене алыстан тұрыңыз, егер баланың ішіне желі қарсып жүрсе, астамда 3 айлық балдарда ішіне желі қарсып мазастанады, ондай кезде міне 2 жамбастан қараңыз. Памперс жоқ, негізінде памперс алып тастайсыз. 2 жамбаса легкий, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Осылай ұрғылайсыз, легкий да, қатты салмақ салмайсыз. Балаға да ешқандай ауырсыну болмайды. Өстіп істейсіз да, ішінен жел шығаруға болады осы арқылы да. Ішінен жел шығаруға да болады. Памперс алып тастайсыз, маймен сырғытып жүресіз. Кәдімгідей күшті жел шығады. Потом мойнына өтеміз, достар. Міне, мойнына өтеміз. Мойнын былай қаратамыз. Бала мойнын бір жаққа көп қарай берсе, қарамайтын жағына қаратамыз. Міне, спокойно осындай жасаймыз. Көрдіңіз ғой, балаға неприятный болады. Нелерді жасаймыз. Көрдіңіз ғой, жақсылап жасайсыз. Бала жылап кетеді. Потом осылай осы жерден ұстайсыз. Қатты өйтіп көтеріп жүрмеңіз. Екі жанына жасайсыз, иықтарына. Қатты не алмайсыз, аккуратно. Егер өзіңізге не уверен болсаңыз, жасамаңыз, арнайы массажист маманы шақырасыз. Қазір көп балдарда бар, мойнын бір жаққа көп қарайды да. Ол көп балдарда бар. Сондықтан үй жағдайында 1-2 жаққа жатқызып үйретіңіз. Баланы былай жатқызамыз, кішкене жақсылап оқалап жүріңіз. Жаңа жылайды деп ескерткен болатынмын. Сосын мына жерінде без болады, достар, қараңыз. Кішкене жақтап түсірейін. Нелеріне кейбір балдарда без болады, без. Оның үстін оқалауға болмайды ол бездің. Сол безден де бала былай оң жаққа көп қарай алмайды, солға немесе оң жаққа. Мойнына жақсылап жасайсыз, жаңа бір жаққа көп қарайды дедім ғой бала. Ондай кезде мойын жасайсыз, сосын позиционер жастығы бар. Соған жатқызу керек. Позиционер жастығы бар. Сатылымда бар, менде естіліште жазсаңыздар болады. 3,5 теңге тұрады. Сол мойны бір жаққа көп қарайтындарға арналған.
Рекламаң тығып жүргенсің маразда. Міне ішіне уқалаймыз, сосын соңынан тоже мойнынан кейін ішіне өтеміз. Сағат тілімен осылай. Көрдіңіз ғой, кішкене басыңқырап, қатты баспайсыз енді. Нормально, легкий. Ішіне уқалағанда да балаға неприятный болады. Ішіне обязательно уқалап өтсеңіздер, жақсы көмегі болады. Іші тырсып атса, үлкен дәреті қатып атса, ішіне желі қарсып атса, осылай күніге бір мезгіл маймен уқалайсыз. Потом, міне, бала жаңа жылап атқан кезде, жаңа айтқан болатын, осылай істесеңіз, қатты жылап атқан кезде осылай жасаңыз. Тез қояды жылағаны. Потом аунатып үйретеміз, достар. Алыстан түсіре беріңіз. Міне, аунатып үйретеміз. 3 айынан бастап бала уже аунап бастау керек негізі. Қалыпты жағдайда да. Біреулер 4 айында бастайды, енді әркім әртүрлі ғой. Жалпы 3 айынан бастайды көп балдар. Міне, көрдіңіз ғой, осылай. Ұстаймыз. Потом аяғынан ұстаймыз. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4 дейсіз. Көрдіңіз ғой, ә? Шайлық бала жаңа айтқанымда аунап бастау керек. Ішпен спокойный жату керек, қолын қойып, басын жайлап ұстап бастау керек. Солай, видеоға лайк басайық. И осы видеоны WhatsApp группаға обязательно жіберіңіздер. Хорошо? Все?